таңдай палатинум деп аталады. Таңдай қатты таңдайдан және жұмсақ таңдайдан түзіледі. Қатты таңдай палатинум дурум деп атаймыз. Жұмсақ таңдай палатинум моле деп аталады. Қатты таңдай сүйектен түзіледі. Яғни жоғарғы жақ сүйегінің таңдай өсіндісінен және таңдай сүйегінің гәуденің табақшасынан түзіледі. Шырышты қабатпен қапталып, түлемейтін эпителден түзілген болып келеді. Қатты таңдайдың ортасында таңдай жігін көреміз. Таңдай жігінен екі жаққа қарай бағытталған таңдай сызықтарын көреміз. Жұмсақ таңдай бізде таңдай пердесінен түзіледі және тілшігінен тұрады. Жұмсақ таңдайдың пердесін велум палатини дейміз, ал тілшігін увуле палатини дейміз. Таңдай пердесі алдыңғы және артқы доғалары арқылы тілге және жұтқыншаққа бекінеді. Алдыңғы доғасы таңдай тіл доғасы, аркус палата глоссус деп аталады, мына екеуі. Ал артқы жағында орналасқан таңдай жұтқыншақ доғасы келіп, жұтқыншаққа бекінеді. Оны аркус палата фарингеус дейміз. Екі доғаның арасында қуыс болады, шұңқыр, яғни ол шұңқырда таңдай бадамша безі жайғасады. Таңдай бадамша безін танзила палатини дейміз. Бұл иммундық жүйенің шеткері мүшесі болып табылып, тіл бадамша безіменен бірге ауызға келіп түскен тағамның құрамындағы бөгде заттарды жоюға көмектеседі. Жұмсақ таңдайдың бұлшықеттерін келіп айтатын болсақ, жұмсақ таңдайдың бұлшықеттері мынандай бұлшықеттерден түзіледі. Бұл таңдай пердесін керетін бұлшықет. Мускулус тенсор вели палатини деп атаймыз. Мынау таңдай пердесін көтеретін бұлшықет. Мускулус леватор вели палатини деп атаймыз. Сосын мынау таңдай доғаларына сәйкес орналастырылған бұлшықеттер бар. Яғни таңдай тіл бұлшықеттері, мускулус палата глоссус екеуі, и мына артқы жағындағы екі доған түзуге қатысатын бұлшықет, яғни таңдай жұтқыншақ бұлшықеті, мускулус палата фарингеус дейміз, и тілшік бұлшықеті, мускулус увуле деп атаймыз.